Сәлем достар, егерде Қытай десе сіздің ойыңызға бірінші не келер еді? Ол жақтағы тым көп халық саны ма, әлде ол жақта өндірілетін сан түрлі тауарлар болар? Бүгін біз көршілес Қытай елі жайлы қызықты мәліметтер айтамыз. Әлемдегі ең ұзын кептеліс Қытайдың Шанхай қаласында 2010 жылы 14 тамызда болған. Кептелістің ұзындығы 100 километрге дейін жетіп, 12 күн бойы тарқамаған. Жолдың бойында тұратын тұрғындар кептелісте қалғандар үшін тамақтарды өте қымбат бағада сатқан. Кептелісте қалған жолаушылар дәретханаға бару үшін де сол тұрғындардың қымбат дәретханасына баруға мәжбүр болған. Қытайда біздің күнде қолданатын WhatsApp, Instagram, YouTube секілді көптеген әлеуметтік желілерімізге тыйым салынған. Олардың орнына Қытайдың өзі жасаған желілері бар. Және де қытайлар үшін 4 саны сәтсіздікті білдіреді. Сондықтан Қытайда қоғамдық орындарда 4 саны сирек кездеседі. Қытай полициясы иттің орнына көбіне қазды қолданады. Себебі қаз итке қарағанда көзінің көргіштігімен ерекшеленеді. Қытайда қазір шамамен 30 миллионға жуық мұсылман бар. Олардың көбісі қазақ, ұйғырлар болса да, қытайлардың өздері де ислам дінін қабылдауда. Қытайдың ауаны шектен тыс ластайтындығы соншалық, ол жақтағы сасық ауа Тынық мұхиты арқылы Сан-Францискоға дейін жетеді екен. Пекин ауасын жұту бір күнде 21 темекі тартқанмен бірдей. Қытайда жыл сайын 45 миллиард ас ішуге арналған таяқшалар қолданылады. Олар әдетте ағаштан, металдан, піл сүйегінен және пластмассадан жасалған. Бұл дәстүрлі ас құралдары мұнда куайзи деп аталады. Қытайдың кейбір жерлерінде күн таңғы 10-да атады екен. Бұған себеп бұл жерлердегі тұрғындар Пекин уақытымен өмір сүруі екен. Компас және де қағаз ежелгі Қытайда ойлап табылған. Ал сіздің ойыңызша Қытай әлемдегі ең мықты ел ме? Өз ойыңызды пікірге жаза кетіңіз. Видео ұнаған болса қолдау білдіріп лайк баса отырыңыз. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыз біздің келесі пайдалы видеоларымызды жіберіп алмайсыз. Сіздермен бірге болған ғажайып әлем.